Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Әр қазағымның үйінде ақ мол болсын. Бүгін өте дәмді, жасалу жолы жеңіл Наурыз көже жасайтын боламыз. Бірінші қазанымызға етімізді алдын ала жуып тазалап, қазанымызға салып, отымызға қойып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Екі сағаттың ішінде етіміз жұп-жұмсақ болып пісті. Бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Көжемізге қосылатын қоспалардың барлығын перловка, маш, жүгерімізді жуып тазалап аламыз. Жүгерімізді алдын ала бөлек ыдыста жұмсарғанша пісіріп алдым, және де қайнап тұрған сорпамыздың үстінен жүгерімізді саламыз. Перловкамызды, машымызды салып, піскенше тағы да қайнатамыз. Көжемізге арналған кеспеміздің қамырын илеп, жақсылап июі қанғанша қамырымызды илеп дайындап қоямыз.
Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай кеспемізді кесіп, қайнап тұрған көжеміздің үстінен кеспемізді салып 10 минуттай ғана пісіріп аламыз. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын болды. Үстінен қатығымызды, айранымызды құйып жақсылап араластырамыз. Сіздерге осы рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, наурыз мейрамы құтты болсын.